Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бірде Мекке қаласында мынандай бір оқиға болады. Меккенің сыртынан бір саудагер кісі Меккеге келіп, өз саудасын жасап, тауарларын сатып жүрді. Абу Жахилге өзінің түйесін сатады. Бірақ та Абу Жахил әлгі Кахла есімді саудагерге сатып алған түйесінің ақшасын бермейді. Бұл ақшасын бермеуі бірнеше уақытқа созылады. Арадан айлар өтеді. Әлгі Кахла есімді кісі Меккеге келіп қайта-қайта Абу Жахилдің есігін қағып, қарызын сұраса да қайтармайды. Бұған ренжіген, табанынан тозып шаршаған әлгі Кахла Кағбаның қасына барып жиналып отырған мүшриктерге жар салады. Ва Құрайш жұрты дейді, мынау Абу Жахил деген менен қарызға түйе алған еді, бірақ осы уақытқа шейін менің қарызымды беретін түрі жоқ, ақшамды қайтаратын түрі жоқ. Маған осы мәселеде көмек беретін адам бар ма деп жар салады ғой. Мүшриктер оны естігеннен кейін барып мысқылдап, пайғамбарымыздың Қағбаның қасында құлшылық жасап отқан көреді де, ана кісіден барып сұра көмек, сол кісі сенің қарызыңды қайтарып береді деп мысқылдайды ғой. Сөйтіп ол басқа шарасы болмағаннан кейін Кахла сол пайғамбарымызға барып өзінің басынан өткен оқиғасын айтып көмек беруін өтінеді. Және де мүшриктер пайғамбарымызға және Кахланың іс-әрекетін бақылау үшін өздерінің бір тыңшысын жіберіп, баршы дейді, қарап жүрші, олар не істейтіндігін, Абу Жахилге бара ма екен, айтады ма екен, барып көрші, сосын бізге хабарын айтасын деп өздерінің бір тыңшысын жібереді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзінің құзырына келіп көмек сұрап отқан әлгі саудагерге жақсы жүрдіп, бірге Абу Жахилдің үйіне барады. Сөйтіп Абу Жахилдің есігін қағады. Іште Абу Жахил бұл кім деп жаңағы айбатты даусыменен айқайлайды ғой. Сонда Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям, бұл мен Мұхаммедпін, сыртқа шықшы, әңгімелесетін бір шаруа бар дейді ғой. Сол кезде Абу Жахил есікті ашады. Есікті ашқан сәтінде алдында пайғамбарымыз бенен әлгі саудагерді көреді. Сонда Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Абу Жахил айтады ғой, мына кісіге қарыз екенсің ғой, қарызын қайтарсайшы дейді ғой. Абу Жахил жаңағы айбаттанып шығып тұрған Абу Жахил бір сәтте жаңағы жүзі, өзінің жаңағы болмысы өзгеріп, мүләйімсіп шыға келеді. Жақсы деп бір ауыз сөзге келместен ішке кіріп шығады. Сөйтеді, үйіне кіріп, сол әлгі саудагерге беру керек болған қарызды қайтарып алып шығады да қолына ұстатады. Беті сұп-сұр болып кетеді. Ешқандай артық сөзге келмейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бұрылып кері қайтады. Оны көрген мүшриктердің тыңшысы, жаңағы бақылап жүрген адам дереу жүгіріп келіп Қағбаның қасында отырған мүшриктерге айтады ғой, осындай болды. Абу Жахил сөзге келместен Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям айтып еді дейді, оған дейді қарызын қайтарып бере салды дейді. Бұл оқиғаны естіген мүшриктер аң-таң болады. Абу Жахил деген ол ондай адам емес еді ғой. Ол өзі сондай бір қарулы, ешкімге бұндай нәрсеге дес бермейтін еді. Бұл қалай болды деп өз арасында әңгіме қыла бастайды. Сол сәтте көп өтпестен Абу Жахил де оларға қарап аяңдап келе жатады. Келе оның жағасынан алғандай, о Абу Жахил, сенің бұндай әдетің жоқ еді ғой, не болды саған, Мұхаммедтен қорқтың ба деген секілді сыңайлы мысқылды әңгіме сұрақтарды қоя бастайды. Сонда Абу Жахил айтады, иә дейді, есікті қаққан кезінде мен Мұхаммедпін деп айтқан кезде денемді бір үрей биледі дейді. Есікті ашып едім дейді, Мұхаммедтің қасында дейді, саллаллаху алейхи ва саллям. Яғни сондай бір үлкен түйе көрдім дейді. Бұрын соңды ондай түйе көрмедім, арсылдап тұрған түйе дейді. Яғни оның басының үлкендігін айтса, тістерінің үлкендігін айт. Яғни аяқтарының үлкендігін айт. Әлгі түйені көрген кезде мен сондай қорқтым дейді, ол маған қарап тұрды дегендей қылады. Яғни мен егерде қарсылық танытсам, басқа да бір шара жасасам, ол түйе мені шайнап тастауға шақ қалды ғой дейді. Содан қорққандықтан дереу ақшасын қайтарып бердім дейді ғой. Яғни бұл пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның көрсеткен бір мұғжизасы еді.